Гиннес рекордтар кітабы 1999 жылдан бастап шығып тұрады. Анықтамалықтың басты кейіпкерлері қазақстандықтар. Нақты айтсақ, республикамызда орын алған бірегей жетістіктердің авторлары. Басқа анықтамалықтардан қарағанда ерекшелігі. Бұл кітапқа бәр мәліметтер тек қана бірінші таңғажайып қайталанбас деген айдарлармен кірді. Сондықтан да бүгінгі кітапта біздің Қазақстан, біздің еліміз басқа жағынан өзінде ерекше адамдарменен және де таң тамаша табиғатменен басқа елдерден өзіміздің ерекшелігімізді көрсетуге тырыстық. Адам іс-әрекетінің барлық саласында, жер шарының кез келген нүктесінде және ғарышта отандастардың қол жеткен аса үздік нәтижелері осы энциклопедияға енген. Кітаптың мақсаты оқырмандарды қызықты да ерекше фактілермен таныстырып, қазақ елінің ғажап әлеміне әрі тарихына көз жүгірту болып табылады. Ел білу керек, ел тану керек. Жалпы осы кітап бүкіл осы Қазақстан халқына, қазақ еліне, жалпы әлемге таралса деймін. Тек қазақша, орысша ғана емес, ағылшынша да басқа да тілдерге аударылып таралса деген сондай болашақта ұсынысымыз бар. Бұл тәуелсіз елімізге керек, жастарға шабыт, жастар емес үлкендердің өзі міне балаша қуанып жатыр. Неге? Өзінің өнерінің, өзінің бойындағы Алла берген ерекшелігінің жаңағы нәтижесін халық осы ел болып бағалап жатқанына үлкен қуанат. Бұндай іс-шаралар бізге көп болса тіпті жақсы. Кітаптың кейіпкерлер қатарына джаз бағытында ән айтатын Ирен Аравина, актриса, режиссер Галина Пинова сынды тұлғалар кірді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері 1981 жылдың әлем чемпионы Жақсылық Үшкемпіров кірді. Статистикаға сүйенсек, елу мемлекетте рекордтар кітабы шығады екен. Тұғыры биік тәуелсіз еліміз үшін де бүгін үлкен жаңалық. Себебі Тұран университетінде 11-ші рет Қазақстан рекордтар кітабы жарыққа шықты.